Сәлем достар. Бүгін біз сіздердің сұрауларыңызбен Қазақстандағы жалақысы жоғары 7 мамандық туралы айтатын боламыз. Достар, егер де сіздер каналға жазылмаған болсаңыздар, онда міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Қазір әлемде ең жоғарғы жалақы алатын хирургтар екен. Шетелде табысты хирург болу үшін 10 жыл оқу міндеттеледі. Олардың хирургтары жылына $181,000 жалақы алады. Ал біздің елде ше, біздің хирургтар орта есеппен айына $120,000 жалақы алады. Елімізде қазір қандай маман иесінің дәурені жүріп тұр? Осыған орай, Қазақстандағы жалақысы жоғары мамандықтардың жетілігін ұсынамыз. Бірінші бұл мұнай-газ ісі. Мұнай-газ ісі мамандарының орташа жалақысы $202,000. Егер жақсы жұмыс нәтижесін көрсете алсаңыз, $900,000 көлемінде жалақы аласыз. Бұл мамандықты еліміздің жетекші оқу орындарынан меңгеруге болады. Ол жерлерде мұнай-газ саласына қажетті инженерлер даярланады. Студенттер мұнай-газ ұңғымаларын бұрғылау технологиясын, мұнай қабаттарының құрамы мен қасиетін, ұңғымаларды геофизикалық және геодинамикалық зерттеу әдістерін, мұнайды механикалық жүйемен өндіру технологиясын үйренеді. Түлектер таңдау пәні ретінде математика және физика пәндерін таңдайды. Нәтижесінде бұрғылау жүйесі мен офистік қызмет жайын біліп шығасыз. Ыңғайыңызға қарай жұмыс тапсаңыз, таптырмайтын мамандық. Келесі бұл көлік техникасы және технологиялары. Бұл мамандық иегерлерінің орташа жалақысы $174,000. Мамандыққа құжат тапсыру үшін физика пәнін таңдайсыз. Білім беру бағдарламасы екі бағытта жүреді: автотрактор және ауыл шаруашылық көлігі және автомобиль шаруашылығы. Оқуды бітіргеннен кейін машина жасау зауыттарында, конструкторлық жобалық және технологиялық ұйымдарда, машина жасау және жөндеу зауыттарында жұмыс істеуге мүмкіндігіңіз бар. Тау-кен ісі. Тау-кен ісі мамандарының орташа жалақы мөлшері $174,000. Мамандық бойынша тау-кен инженері, телеметрия мағлұматтарының инженері, өндіру салаларындағы талдаушы болып жұмыс атқара аласыз. Тау-кен инженері болу жауапты міндет. Әрі мамандықтың ауқымы кең. Шетелде де қызмет атқара аласыз. Африка, Австралия, Жаңа Зеландия, Канада, Америка құрама штаттары және Оңтүстік Америка елдерінде тау-кен инженері болып жұмысқа орналасу мүмкіндігі бар. Автоматтандыру және басқару мамандығының орташа айлық мөлшері $159,000. Жыл сайын мамандықтың жаңа бөлімі ашылуда. Технология дамыған сайын мамандықтың келешегіне сеніммен қарауға болады. Мысалы, 2015 жылы осы мамандық негізінде робототехника және мехатроника бөлімі ашылды. Сондай-ақ оқу бітіргеннен кейін цехтың басшысы, инженер-конструктор, инженер-лаборант, инженер-бағдарламашы, инженер-жобалаушы болып жұмысқа қабылдана аласыз. Маркетинг маманының орташа жалақы мөлшері $149,000. Маркетологтар халық сұранысын зерттеп, нарыққа талдау жасайды. Компанияның тауар айналымы маркетологқа байланысты. Олар тұтынушының қалағанын дәл тауып, компания үшін жаңа тренд қалыптастыруға барын салады. Егер өз ісіңізді тиянақты ақтарсаңыз, айлық табысыңызды $700,000 дейін жоғарылата аласыз. Есеп және аудит. Есеп және аудит қазіргі кезде экономика және қаржы саласындағы сұранысқа ие мамандық. Ең төменгі жалақы мөлшері $84,000. Тәжірибе мен біліктілік көрсеткіші бойынша жоғарғы жалақы мөлшері $443,000. Оқуды аяқтағаннан кейін экономист, бухгалтер және аудитор болып жұмыс істейсіз. Таңдау пәндері математика мен география. Еліміздің жетекші жоғарғы оқу орындарында бұл мамандықты ағылшын тілінде де оқытады. Заңгерлердің орташа жалақы мөлшері $130,000. Ең жоғарғы жалақы $554,000. Аталған мамандық салық мекемелерінде, ішкі істер органдарында, әкімдіктер мен прокуратурада қызмет атқаруға жол ашады. Компьютерлік технология мен шет тілдерін еркін меңгерсеңіз, сізді әлемнің кез келген нүктесінде жарқын болашақ күтіп тұр. Достар, жалақысы жоғары деп өздеріңіз ұнатпаған мамандықты таңдау бұл қателік. Біздің келесі ролигіміз мамандық таңдау жайлы болады. Сондықтан достар, каналға жазылып, лайк басып, қоңырау батырмасын басыңыздар. Егер де сіздерде қандай да ұсыныс болса, онда төменде өз ұсыныстарыңызды жазып қалдырып кете аласыздар.